Шаяндар қызықты тіршілік иелері. Олар шаян тәрізділер тобына жатады. Шаяндардың қатты сыртқы қаңқасы бар. Бұл оларды сауыт сияқты қорғайды. Олардың 10 аяғы бар. Алдыңғы 2 аяғы қысқыштары. Шаяндар бұл қысқыштарды көп нәрсе үшін пайдаланады. Олар оларды тамақ ұстау және қорғану үшін пайдаланады. Шаяндар әртүрлі өлшемдер мен түстерде болады. Кейбір шаяндар кішкентай, ал басқалары үлкен. Оларды мұхиттардан, өзендерден, тіпті құрлықтан да табуға болады. Шаяндар экожүйелерінің маңызды мүшелері. Олар қоршаған ортаны таза ұстауға көмектеседі. Мыңдаған шаян түрлері бар. Әрбір түрдің өзіндік ерекшеліктері бар. Кейбір шаяндар өздерінің мөлшерімен танымал. Жапон өрмекші шаяны ең үлкен шаян. Басқа шаяндар, мысалы Хэллоуин шаяны сияқты, ашық түстерімен танымал. Шаяндар көптеген тіршілік ету орталарында өмір сүреді. Кейбір шаяндар терең теңізде өмір сүреді. Басқалары жағалау бойындағы таяз суларда өмір сүреді. Кейбір шаяндар тіпті құрлықта өмір сүреді. Құрлық шаяндарының тіршілік ету үшін су қажет. Олар балықтар сияқты желбезек арқылы тыныс алады. Шаяндар жануар тәрізділер. Бұл олардың өсімдіктерді де, жануарларды да жейтінін білдіреді. Кейбір шаяндар қоқыс жинаушылар. Олар тапқан өлі жануарларды жейді. Басқа шаяндар жыртқыштар. Олар өз қорегін аулайды. Ұрғашы шаяндар мыңдаған жұмыртқа сала алады. Бұл жұмыртқалардан кішкентай дернәсілдер шығады. Дернәсілдер суда жүзеді. Олар ақырында ересек шаяндарға айналады. Шаяндар табиғат әлемінде маңызды рөл атқарады. Олар көптеген жануарлар үшін қорек көзі болып табылады. Бұған балықтар, құстар және тіпті адамдар да кіреді. Шаяндар сонымен қатар өлі өсімдіктер мен жануарларды жеу арқылы экожүйелерін таза ұстауға көмектеседі. Адамдар ғасырлар бойы шаяндарды аулап, жеп келеді. Шаяндар көптеген мәдениеттерде танымал тағам болып табылады. Дегенмен, шаяндарды тұрақты түрде аулау маңызды. Шамадан тыс аулау шаян популяцияларына зиян тигізуі мүмкін.